Қазір таңда Торайғыр атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде қазақ филологиясы кафедрасы осы университет ашылғалы бері жұмыс істеп жатырмыз. Бұл кафедрада қазақ тілі әдебиеті мамандығы, филология, қазақ тілдегі мамандықтардың бакалавр деңгейінде, магистратура деңгейінде біз мамандарды Павлодар облысының жұртшылығында Қазақстан бойынша мамандарды әзірлеп келе жатырмыз. Қазір жоспарда осы филолог мамандығы бойынша докторантура ұшыруды жоспарлап отырмыз. Енді біздің қазір білетініміз мына мамандықтардың классификаторына байланысты үлкен дау-дамай болып жатыр. Біз өз тарапымыздан енді университетте ондай өзгерістер болады деген хабарды алған жоқпыз. Сондықтан бұрынғы қалпы өзгеріссіз сол бағытта жұмыс істеп жатқан жайымыз бар. Енді ақпарат жүйелерде электрондық қазақ әдебиеті газетінің беттерінде біздің апайларымыздың, ағаларымыздың мақалаларымен танысып жатырмыз. Енді ол қазақ тілінің әдебиетінің жаңашылардың сондай пікірлерін оқып шығып таныстық. Енді өз университетімізде әзірге ондай ешқандай бізде сондай өзгерістер, түбегейлі өзгерістер ешқандай болған жоқ. Сол біз бұрынғы қалпында қалай болдық, солай жұмыс істеп жатқан жайымыз бар. Енді мамандық бойынша бізде университеттің ішінде бұл кафедрада үш ғылым докторы, 5 ғылым кандидаты жұмыс істейді. Бізде қазақ тілі, қазақ әдебиеті мамандықтарын бөліп, осы университетте арнайы мемлекеттік тіл дейді, қазақ тілі кафедрасы жұмыс істейді. Ол жеке кафедра, ол енді мына басқа ұлт өкілдеріне қазақ тілінің өзі арнайы дәрістерін жүргізеді. А біз өзіміздің сол қазақ тілі әдебиеті мамандарын дайындап жатырмыз. Кейінгі кезде әлеуметтік желілерде түрлі кейбір басылымдарда жаңа классификатор қабылданыпты білім беру бағдары бойынша. Министерство соны бекітіпті. Ол классификаторда қазақ тілі мен әдебиеті, әдебиеттану, мына қазақ филологиясы, болмаса жаңа тарих сияқты, лингвистика сияқты гуманитарлық ғылымдағы мамандықтар алынып тастап, жалпы гуманитарлық бағыттағы мамандықтар болып еніп, әдебиеттану мен лингвистика деп аталады екен, қазақ тілі деген, қазақ әдебиеті деген атау жоқ екен деген сияқты түрлі талқылаулар, осындай сөздер шығып пікір туындап жатыр. Ал енді олардың арасында біздің өзіміз осы жоғарғы мектептің саласында жүрген, осында қызмет істеп жүрген адам болғаннан кейін бізге тікелей қатысты. Сондықтан да біз өзіміз қазіргі кезеңдегі жұмысымызды 2009 жылғы классификатор бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Ешқандай онда өзгеріс жоқ. Ал енді биылғы оқу жылында сол бұрынғы классификатор бойынша бұрынғы қазақ тілі мен әдебиеті, қазақ филологиясы, лингвистика, әдебиеттану мамандықтарына сол бұрынғы классификатор бойынша биылғы оқу жылында қабылдаймыз талапкерлерді. Ал енді сол мынау осы негізінде бізге бұл жаңа классификатор келді. Ол сол классификатор бойынша жұмыс істеңіздер деген жоғарғы жақтан айтқанда министрлік тұрғысынан ешқандай бір бұйрық болмаса қаулы келіп түскен жоқ. Біз бұрынғы өзіміздің саламыз бойынша, бағытымыз бойынша 2009 жылғы классификатормен жұмыс істеп жатырмыз. Ал енді жаңағыдай құжаттың қайдан шыққанын, ол құжаттың нендей негізі бар екендігін мен білмедім. Өйткені бізге егер ондай жағдай болатын болса, бізге осы сол жаңадан қабылданған биылғы оқу жылынан бастап жүзеге асатын классификатордың нұсқасы бізге келу керек еді. Ондай жоқ. Сондықтан да ел арасындағы ондай түрлі әңгіме туғызудың меніңше қажеті жоқ деп ойлаймын. Ал жоғарғы мектепте қазір қазақ тілімен керісінше бізге қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын, әдебиеттану, қазақ филологиясы мамандықтарынан қосымша біз жаңадан мамандықтар алуға, жаңа мамандықтар жасауға мүмкіндік беріліп отыр. Мысалы алатын болсақ, қазір біз мынау бұрын қазақ тілі мен әдебиетінде магистратура, докторантура мамандықтары жоқ болатын болса, қазір біз соны өзіміз
жаңадан лицензиясын алайымыз деп құжаттарымызды дайындап жатырмыз. Сонымен бірге екінші бір айтатын нәрсе, қазақ тілі мынау кеңінен оқытудың кеңейтіліп, қазір бұрынғы 3 кредиттің орнына 6 кредит беріліп жатыр. Келесі оқу жылынан бастап біз қазақ тілі пәнін 6 кредитпен оқимыз. Бұл деген өте мүмкіндігінше мол сағаттық уақыт деп айтуға болады. Сондықтан да кейбір осындай алып қашпа әңгімелерге халықтың көңілін аудара бермеуді өтінеміз. Құрметті әлеуметтік желі қолданушылар, құрметті әріптестер, мен Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Байғұтова Динара. Мен бүгін әлеуметтік желіден қазақ тілі, Қазақстан тарихы, қазақ әдебиеті пәндері қысқартылып жатыр деген ақпаратты оқыдым. Осыған орай өзімнің пікірімді білдірейін деп едім. Біздің 80 жылдық тарихы бар жоғары оқу орнында дәл бүгінгі таңда қазақ тілі пәні өз деңгейінде оқу жоспарына сәйкес еш өзгертусіз, қысқартусыз жүргізіліп жатыр. Бұл ақпараттар негізсіз болғандықтан мен өз пікірімді білдірейін дедім. Құрметті әлеуметтік желінің оқырмандары, ағайындар. Мен Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының ректоры профессор Малбай Аяшпын. Жақында мен әлеуметтік желіден Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі жоғарғы оқу орындарында Қазақстан тарихы, қазақ әдебиеті және қазақ тілін қысқартып жатыр деген хабарлама оқыдым. Мен өзімнің азаматтық парызым деп білемін. Бұл шындыққа жанаспайтын ақпарат деп ойлаймын. Былайша айтқанда өтірік. Сондықтан бұл ақпаратқа сенбеулеріңізді және бекерге дау-дамақ көтермеулеріңізді өтінер едім. Не дегенменен біз 80 жыл болады биыл біздің институтқа. Осы уақыттың ішінде бізде мына қазақ тілі мен әдебиеті және Қазақстан тарихы өз алдына дербес кафедра ретінде абыроймен қызмет істеп келе жатыр. Бізге Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің тарапынан осы кафедраны қысқартыңдар, мамандықтардың көлемін қысқартыңдар деген ешқандай нұсқау келген жоқ. Сондықтан бұл өтірік ақпаратқа сенбеулеріңіз керек деген ойда айтуды мен өзімнің азаматтық парызым деп білемін. Сау болыңыздар. Соңғы кезде мынау интернетте, ғаламторда, әлеуметтік желілерде қазақ тілі кафедралары жабылып жатыр деген үлкен бір дау-дамай, бір пікірталастар жүріп жатыр. Біздің университеттің деңгейін алатын болсақ, мынау қазақ тілі кафедрасы кезінде мынау теориялық кафедралармен бірлестіре отырып ірілендірілді. Қазір кезеңде осы практикалық және теориялық кафедраның негізінде қазақ тілі білімі кафедрасы жұмыс істеп жатыр. Осы кафедра содан бері мынау балаларды қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы және қазақ филологиясы мамандықтары бойынша оқытуда үлкен жетістіктерге жетіп жатқан жағдай бар. Оған мысал ретінде алатын болсақ, мынау тәуелсіз агенттіктердің рейтингілері, болмаса мынау білім жетістіктен сырттай бақылаудың көрсеткіштері тұрғысынан алатын болсақ, және студенттердің жұмысқа орналасу көрсеткіштерін алатын болсақ, өте көптеген ілгерішілік бар екендігін байқаймыз. Және бір айтатын жағдай, бұрын қазақ тілі белгілі себептерге байланысты 3 кредиттің көлеміне түскен болса, қазір кезеңде ол 6 кредит болып, жаңаша оқытуға және тілдік даярлықты басқаша құруға мүмкіндік жасалып жатыр. Яғни біздің университетте қазақ тілі және қазақ тілін оқытылатын қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы, қазақ филологиясы мамандығы республика деңгейінде алатын болсақ, үлкен жетістіктермен, үлкен нәтижелермен құрылған деп айтуымызға толық негіз бар. Две недели назад в газете «Казах әдебиеті» было опубликовано 2 статьи. Это доктора филологических наук Жангарай Дадибаева и доктора филологических наук профессора Айгуль Исмах. Там было говорилось о том, что
Министерством образования и науки принимается квалификация по этой сетке, что казахская литература не будет, значит, преподаваться в высших учебных заведениях. Ну, после такого разговора у меня состоялся разговор с деканом филологического факультета, профессором Абдиманаповым Амирханом, который мне сказал, что такого он не знает, что когда-то какой-то разговор был, что и потом это затих. Потом я имел беседу с директором департамента образования Министерства образования и науки Дархан Махмедзаки, который сказал, нет, это, говорит, ложная информация, действительно, в 2009 году была какая-то разработка, это был проект, но она не имеет никакой юридической силы, и она вообще не рассматривается Министерством образования и науки. И вчера, значит, министр выступил тоже, значит, обращением по этому вопросу. Поэтому я так думаю, что действительно, может быть, в руки каких-то людей или профессоров попало некие документы, которые практически не имеют юридическую силу. Они были когда-то, может быть, имели место как проект. Поэтому мне твердо сказали, что это ложная информация, что никакой угрозы филологической науки, в том числе литературоведения, нет. Я поэтому думаю, что эта информация с первых уст нужны нашим телезрителям, и не надо будоражить общественность. У меня все. Соңғы кезде әлеуметтік желілерде мамандық классификаторлар жайында көп әңгіме болып, яғни классификатор өзгеріпті, сол классификаторның құрамынан қазақ тілі әдебиеті, орыс тілі әдебиеті, Қазақстан тарихы деген мамандықтар түсіп қалыпты деген әңгімелер көп шығып жатыр. Бірақ та осы заттардың бәрі негізінде негізі жоқ шығар деп ойлаймыз. Өйткені себебі біздің енді ұлттық университет болғаннан кейін күні бүгінге дейін 2009 жылғы классификатормен жұмыс істеп, осы жаңағы айтылған мамандықтардың бәрінен балалар мамандар дайындап, яғни жаңағындай жұмысымызды жалғастырып жатырған жағдайымыз бар. Ал енді егерде өзгерістер болған жағдайда да қалай болатынын оны әрине белгісіз, бірақ та негізгі ондай заттардың бәрі мен өз ойымша әрі жалған ғой деп ойлаймын. Өйткені себебі егерде классификаторлар өзгеріп министрліктен егер олай болатын болса, ол классификатордың өзгеру жөніндегі бұйрық ең бірінші біздің университетімізге түсіп, біздер соны талқыға салар едік. Негізінде ондай әңгіме жоқ. Қазір жаңағы аталмыш классификатор бойынша жұмыс істеп, қазақ тілі, қазақ әдебиеті мамандықтарынан мамандар дайындап жатырмыз. Яғни кафедраларымыз бар, мамандарымыз бар. Қазақстан тарихы кафедрасы бар өз алдында да жеке. Олар да өзі сол бәз қалпында жұмыс істеп жатқан жағдайы бар. В последнее время вот есть как бы высказывание в соцсетях, что действительно из классификатора исключаются такие специальности, такие, допустим, казахский язык и литература, русский язык и литература, история Казахстана. Но я думаю, наверное, это не соответствует действительности, потому что мы сейчас в данное время работаем по классификатору 2009 года по сегодняшний день, и вот новый классификатор пока не введен. О существовании такого классификатора мы, как педагогический вуз, не имеем представления. Поэтому это, наверное, преждевременные суждения. Поэтому есть специальность казахский язык, литература, есть специальные кафедры для этого, а также есть история Казахстана. Все это, значит, работает, функционирует, значит, и в конце, допустим, получает соответствующие специальности и по тем и иным специальностям. Поэтому, мне кажется, сейчас уже люди как бы говорят такие вещи, но этот классификатор, если даже будет новый классификатор введен, он будет введен не в этом году, не в прошлом году, не в следующем году. Это будет апробироваться, и дальше, конечно, в учебном процессе будет, конечно, изучаться возможность введения нового классификатора. Но такого разговора мы, как преподаватели такого ведущего вуза, пока не слышали.